айтылып жатты, күніне 7-8-ден максимум 2-3-ден и криптовалютадан 2-ден каждыйына 2-ден берілген деп, бір күнде 7-8 сигнал жіберіледі деп, и соған қызығып кіргем ғой. Аха. Окей, Мөлдір ханым микрофонды өшіріп тұрсаңыз. Бүгін бірінші күн ашып сигнал болмағасын. Окей, қазір айтамын. Өтініш сөйлеп болғаннан кейін бірдей микрофондар өшіп қойыңыздар, чтобы кедергі кетпейтіндей. Кландағы сигналдарға қатысты криптовалюта бойынша біз көбінесе спотқа беруге тырысамыз. Фьючерсы өте редко беріледі, потому что криптовалюта рыногы ол сәл күрделірек негізінде сауда жасауға. Но криптовалютаны мысалы үшін біз алдыңғы айда көп бердік. Но осы айда слишком аз бердік. В смысле, июнь айында көп бердік, июль айында азырақ беріп жатырмыз. Опять-таки сіздерге алдын ала айтып кетейін, мен енді адам баласы болған соң, мен бәрін біле бермеймін ғой енді. Мен де анализ жасауға тырысамын, анализирую